Сәлем достар, сіздермен Азиза. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер менің каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Ал қанекей кеттік. Бүгін сіздермен көкөністерді қысқа қалай дұрыс қатыру керек екенін көрсететін боламын. Соның ішінде бүгін сіздерге көрсететінім болгар бұрышы мен баклажан, яғни баялыны көрсетемін. Ең алдымен болгар бұрыштарымыздың сырттарын осылай жуып аламыз. Бізге мұз қатпас үшін тек сыртын ғана жуу өте маңызды. Одан кейін арнайы осындай сүлгі қойып, жуылған болгар бұрыштарымызды үстіне қоямыз. Біздің болгар бұрыштарымыз ұзақ және де мұз қатпай сақталсын десеңіз, әрбіреуін ерінбей сүртіп алыңыз. Сонда біздің көкөнісіміз құрғақ күйінде тұратын болады. Міне мен сүртіп алдым. Одан кейін мен қалауым бойынша болгар бұрыштарын турап аламын. Мысалы, мен осылай ішін тазалап алып, қыстың кезінде тәтті бұрыштарымыздан мен голубцы пісіруіме болады. Және де балаларға арнап, арнайы сорпаларға, подливтарға мен осылай болгар бұрыштарын әр түрлі етіп турап, дайындап, қысқа сақтап қоямын. Міне осылай болгар бұрыштарының ішін тазалап алып, дәл осы видеодағыдай бір-бірінің ішіне орналастырсаңыздар болады. Себебі морозильникте көп орын алмас үшін осындай әдісті қолдансаңыздар болады. Міне дайын болған болгар бұрыштарымызды осындай арнайы пакеттерге салып жатырмын. Егер осындай пакет болмаса, үйде күнделікті қолданып жүрген целлофан пакеттерімізге салып орналастырсаңыздар болады. Осындай пакет сұрасаңыздар, кез келген тұрмыстық дүкендерден таба аласыздар. Одан кейін ішіне орналастырып болғаннан кейін біз осылай бетін жабамыз, яғни шетіне кішкене ғана орын қалдырып, ішіндегі барлық ауаны шығарып тастау өте маңызды. Сонда ғана бізде дұрыс сақталатын болады. Келесі әдісіміз бізде ол подливтарға, балаларға арналған сорпаларға және де күнделікті пісіретін әртүрлі тамақтарға қосуымызға болады. Осы туралған болгар бұрыштарымызды ортасынан екіге бөліп немесе ұсақтап турап пиццаның үстіне қоссаңыз да өте дәмді болады. Қыс мезгілінде бір болгар бұрыштары таптырмас витаминға толы көкөністердің бірі. Дүкенге бара қалсаңыз, бағалары қымбат және де дәмі осылай дәмді емес. Бізде бұл әдісті қолдансаңыздар, дәмін сақтап қалады. Осындай пакеттерге салып, дұрыстап, ыңғайына қарап салып аламыз. Және де жаңағы лайфхакты қолданасыздар. Ішінде мүлде ауа болмау керек. Сонда біздің болгар бұрыштарымыз дұрыс сақталатын болады. Міне дұрыстап қойып алдым. Шетін жабып, кішкене ғана орын қалдырып, ауасын шығару маңызды. Келесі кезек баялыда. Баялыларымызды осылай жуып аламыз да, құрғақ сүлгіге қойып, әрбіреуін салфеткаларымызбен сүртіп аламыз. Жаңағы айтып кеткендей, көкөністеріміздің құрғақ болуы өте маңызды. Бүгін сіздерге баялыны қыс мезгіліне қалай дұрыс сақтау керек екенін көрсететін боламын. Осылай бәрін сүртіп алғаннан кейін біз баялымызды өзіміздің қалауымыз бойынша турап аламыз. Бұл мен сіздерге бүгін көрсететін әдіс қыс мезгілінде дұрыс сақталып қана қоймай өзінің дәмін сақтап қалатын
әдістердің бір түрі. Тағы да біз осылай дөңгелетіп турауымызға болады. Осы әдісті де жаңағы туралғанды да бірдей қуырып аламыз. Ең алдымен қызып тұрған ыдысымызға күнбағыс майын құйып, оны қызытып болған соң баялыларымызды салып, бір келкі етіп, екі жағында қызартып қуырып аламыз. Ал мен уақытты жоғалтпай, осылай баялыларымыздың бір жағы қызарғанша, осылай қалып қойған шет жақтарындағы баклажандарымызды ұсақтап турап подливкаға салуға дайындаймын. Міне дәл видеодағыдай етіп ұсақтап турап қоямын. Осы туралған әдісті көпке дейін сақтай алмайсыздар, өйткені дәмі резеңке сияқты болып қалады. Сондықтан мен қыс басталғанша күнделікті тамаққа қосып тауыстатын боламын. Сондықтан да турап дайындап қояйын. Міне қуырып дайын болған баялыларымызды салфетканың үстіне қойып қоямыз, және де ол салфеткаларымыз майды сіңіріп алу қажет. Одан кейін бізде баялыларымыз суу қажет болады. Дайын болған баялыларымызды осындай арнайы пакеттерге салып қоямыз. Міне мен бұрыштарымды да салып қойдым. Дайын болған екі түрлі туралған баялыларымызды да салып дайындап қойдым. Жаңағы подливкаға деген туралған баялыларды бөлек салфанға салып қойдым. Себебі мен оны қысқа дейін күнделікті тамақтарға қосатын боламын. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Сау болыңыздар.